Так, сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін математикалық сауаттылықтан тест талдау жасаймыз. Енді бұл жерде біраз сұрақтарды тест центрдің варианттарынан алынды. Енді соған балама түрде бірнеше сұрақтар бар. Енді бізде бірінші сұраққа келетін болсақ, 112 бет оқулықты бірінші бетінен бастап номерлеп шығу үшін неше цифр қолданылады? Соны табыңыз дейді. Енді біз білеміз, кітапты номерлеген кезде не істейміз? Мысалға 1-ден 9-ға дейін неше бет бар? 9 бет бар. Яғни жалпы әрбір бетке бір цифрдан және 9 көбейтеміз, онда 9 цифр қолданамыз. Одан кейін 10-шы беттен бастап 99-шы бетке дейін әрбір бетке 2 цифрдан қолданамыз. Және де мына жерде неше бет бар? Біз білетін 90 бет бар, сонда 180 цифр қолданылады. Енді бізде 100-ден бастап, енді біздің кітабымыз неше болып тұр? 112 болып тұр. 112. Енді 100-ден 112-ге дейін неше бет бар деген кезде біз есептейтін болсақ 13 бет бар екен. 13-ті не істейміз? Көбейтеміз 3-ке. Не үшін 3-ке? Өйткені бізде мына бетте әрбір бетке қолданып жатқан цифрларымыздың несі саны 3 болды. Сонда 13-ті 3-ке көбейтеміз, бізде 39 цифр. Енді бізде жалпы неше қолданылады деп тұр. Осылардың барлығын біз қосамыз. Мына екеуін қосатын болсақ, бізде 48 болады. Одан кейін барып 180 қосатын болсақ, 228 цифр. Сонда бізде қай нұсқаға келіп тұр? Б нұсқасына келіп тұр. Ал бұндай есептерді алдында да үйреттік, айттық, шығарған кезде біз не жасаймыз дедік? Қандай да бір А болатын болса, бет, оны мысалға бізде 2 таңбалы болсыншы, мысалға 42 бет болса, бетіміз егер 2 таңбалы болатын болса, біз оны 2-ге көбейтіп, мынандай формуласы бар деген, 2 көбейтіп, азайтамыз 9-ды. Сол кезде бізде қанша цифр қолданатын табылады. Яғни 42-ні мұнан орнына қоя салатын болсақ, сол кезде бізде не болады? 42 көбейтілген 2 азайтылған 9. 84-тен азайтамыз 9-да 75. Ал егер біздің бетіміз, мысалға, кітаптың беті 3 болатын болса, яғни 112 деген секілді, енді оны Б дей салайықшы, мысалға, егер де 3-лік болатын болса, біз мына 3-ке көбейтеміз, бұдан алып тастаймыз 108 деген санды. Сол кезде біздің неміз шығады. Яғни неше цифр қолданатынымыз болады. Бізде 112-ні мысалға көбейтейік 3-ке. Неше шығады? Көбейтетін болсақ 336, Бұдан бана айттық, 108-ді алып тастайтын болсақ. Мына жақтан 6-тан 8 азайтқан кезде өздеріңіз білесіздер. 8, 3 еді. Бір ойға кеткеннен кейін 2 қалады. Мына жақта 2, 228. Ешқандай бір-бірлеріне несі? Артықшылығы жоқ. Егер біздің кітаптың беті 2 таңбадан тұратын болса, оны 2-ге көбейтіп 9 азайтамыз. Ал 3 таңбадан тұратын болса, 3-ге көбейтіп 108-ді азайтамыз. Осындай кітаптың бетіне байланысты есептерді шығаратын боламыз. Енді бізде қараңыздар. Енді 45 беттік кітапты 1-ден бастап номерлеу үшін неше цифр? Жаңа ғана мына жақта айттық, егер де біздің неміз кітабымыз 2 беттен тұратын болса, қалай жасаймыз дедік? 2-ге көбейтеміз, сосын 9 азайтамыз. Міне, сонда бізде берілген 45-ті көбейтеміз 2-ге, азайтамыз 9-ды. 45 2-ге көбейтетін болсақ, бізде неше шығады? 90 шығады. 90-ны азайтамыз 9-ды. Сол кезде бізде 81. Сонда 81 цифр қолданады екенбіз. Міне, жауап осы жерде болады. Кітапқа қатысты өте қиын емес деп ойлаймыз. Егер де бір не берілетін болса, қолданылған цифр берілетін болса, ол кітаптың бетін табу керек. Ол кезде қалай істейміз дейтін болса, мына жердегі мына формуланы керісінше қолданамыз. Болды. Міне, мына жақта бір есебімізде тұр. Қандай дейді? Кітаптың бетін номерлеуге барлығы 1017 цифр қолданылды. Енді бұл неше беттен тұрады дейді. Бұны біз не істейміз? Жаңа айттық қой.
а көбейтілген 3 азайтамын 108. Бұл кітабымыз 3 беттіктен тұрады. Неге 3 беттіктен тұрады? Өйткені жауаптарымыз барлығы 3 цифрадан тұратын 3 таңбалы сан болып тұр. Сол үшін осы формуланы қолдана салсақ та болады. Осының көбейтіндісі не болып тұр бізде? 1017. Сонда а көбейтілген 3 тең болады 1017-ге қосамыз 108-ді. А көбейтілген 3 тең болады. Мына жақта не болады? 1125 болады. Ал енді аны табу үшін 1125-ті бөлеміз 3-ке. Сол кезде а тең болады 3-тен берем, 7-ден берем, 5-тен берем. Сонда 375 деген. Сонда кітабымыздың беті неше беттен тұрады деген? Кітабымыз 375 беттен. Түсінікті деп ойлаймын, иә? Енді неге мысалға 3-ке көбейту формуласын бірден қолдандым деген сұрақ туындауы мүмкін. Иә? Енді қарапайым түрде біздің мысалға бетім 3 таңбалы бетін 999 ғой. Бұны 3-ке көбейтетін болса қанша болады? Шамамен, иә? 2997 деген секілді сан шығады. Сонда біздің цифрымыз 2900-ге дейін баратын болса, мысалға, мына жердегі берілген цифрамыз, иә, 2900-ге дейін баратын болса, шамамен біз осы формуланы қолданады екенбіз. Енді оны детально білу үшін жаңағыдай 999 3-ке көбейтеміз, одан кейін 108 азайтамыз. Сол кезде бір цифра шығады, 2001 деме. Сондай жағдайда біз а көбейтілген 3 азайтқан 108 дегенді формула қолданамыз. Ал 2 таңбалы так түсінікті, жаңағы 45 бет енді 90 болуы мүмкін, 81 бет болуы мүмкін деген секілді, оны ары қарай кез келген немен оңай шығады деп ойлаймыз. Енді келесі сұрақ, автобустағы барлық 18 жолаушының орта жасы дейді. Бұл арифметикалық ортаға келеді. 18 жолаушының орташа жасы 25-те. Автобустан бір жолаушы шықты, біреу жолаушы шығатын болса, жалпы ойлайық мысалға 18 жолаушы қазір автобуста, біреу кетті, сонда неше қалады? Бұл 17 қалады. Біреу кетті. Олардың орташа жасы 25 дейді. Орташа жасы 25. Міне орташа 25. А біреу кеткеннен кейін қалған жолаушылардың жасы не болады? 23. Енді бізде былай айтайық, орташа арифметикалық ортаны қалай табамыз деген кезде, мысалға, егер де мен қолымда 5 теңгелік және неше 10 теңгелік, 15 теңгелік осындай зат болатын болса, осы арифметикалық ортасын табу үшін не істеймін? Үшеуін бір-біріне қосамын да, нешені қостым? 3. Сол кезде мән шығады. Қостым, бөлдім, неше болды? 30 болды. 30-ды 3-ке бөлетін болсам 10. Енді осы үшеуінің қосындысын табу үшін мен жалпы санын арифметикалық ортаға көбейтіп жіберсем шығады. Сонда менде жолаушылар 18 еді, 18 жолаушының орташа жасы 25 еді. Енді осы екеуін есе салам, мен бір-бірлеріне көбейте салам. Сонда 18 жолаушының бүкіл жастарының қосындысы шығады. 18-ді көбейтейін 25-ке. Ол не болды? 450. Жақтан 450 деген шығады. Ал енді мен жаңағы біреу кетіп қалғаннан кейін 17 қалды. 17-ні 23-ке көбейтем, 17-ні көбейтем 23-ке. Ол маған береді 391. Мына екеуінің айырмасы жаңағы кеткен адамның жасы болады. Не болады бізде? 59 деген сан шығады. Сонда автобустан түсіп кеткен жолаушының жасы 59-дағы қария екен. Енді 5 оқушының орташа бойы дейді. Жаңағыдай, мысалға 5 адам бар, олардың біреуі мысалға білмеймін, мына жерде 150 болғаннан кейін біреу 100 болуы мүмкін, біреуі 150 болуы мүмкін, ровно 150, біреу 170 болуы мүмкін, біреу 200 болуы мүмкін деген секілді осындай адамдардың бойларын барлығын қосып, жаңағыдай 5-ке бөлетін болса, бізде не шығу керек? 150 шығу керек. Ал жалпы барлығын қосындысы қанша болады деген кезде біз не істейміз? 5 адамды жаңағы орташа бойларына көбейте саламыз. Сонда бізде неше? 750. 5 адамның орташа
нелері бүкіл бойларының несін ұзындықтарын қосатын болсақ 750 сантиметр шығады. Егер оларға дейді олар 162 сантиметр болатын тағы бір оқушы қосылса дейді. Сонда мынаған 750-ге тағы біз қосамыз неді 162-ні 912 деген сантиметр шығады. 912 қосатын болсақ. Енді бағана неше спортшы еді? 5 спортшы еді. Енді міне біреу қосылды. Сол кезде біз неше болады? 6 спортшы болады. Сонда 912-ні мен бөлемін 6-ға. Сол кезде менен шығады 152 сантиметр. Қараймыз. Мына жақта тұр. 152 сантиметр. Мына бір есепке адам түскен еді. Адам, яғни жолаушы аялдамадан түсті. Сол кезде біз не істедік? Адамның санын азайттық. Мына жақта керісінше адам қосылды. Сол кезде біздің неміз санымыз артады. Келесінде сыныптағы 20 оқушының тесттен алған орташа ұпайы 75. Сонда жаңағыдай, бүкіл 20 оқушының ұпайларын барлығын қосып шығатын болсақ, ол деген сөз 20-ны көбейтем 75-ке деген сөз. Бұдан неше шығады? 1500. Сонда бүкіл 20 оқушының ұпайларын қосатын болса, менде 1500 ұпай бар. Ал енді қыздардың орташа ұпайы 90 дейді. Ұлдардікі 70 дейді. Енді бұлай алып қарайтын болсақ, енді неше ұл, неше қыз бар бізден сұрап жатыр. Оны табу үшін, мысалға, мына жақта ұл деп қойсақ, қыз деп қойсақ, неше ұл бар? Біз білмейміз. А, неше қыз бар? Біз білмейміз Б. Бірақ А мен Б-ның қосындысы неше екен біз білеміз. 20. Өйткені сыныптағы оқушылардың барлығы 20. Енді орташа ұпайы дейді. Орташа ұпайы қанша дейді? 90. Кімдер? Қыздар. Сонда Б-ны көбейтем 90-ға. Сол кезде бізде тек қана қыздардың алған ұпайлары саны шығады. Оны қосам. Ұлдардікі 70. Қанша ұл бар еді? А деген ұл бар еді. Оны көбейтем 70-ке міне. Мынау бізде бірінші тұрғанымыз А көбейтілген 70 деген ұлдардың жинаған ұпайларының барлығын қосындысы. Ал екінші Б көбейтілген 90 қыздардікі. Бірақ осы ұл мен қыздардың барлығынікі қанша болған еді бізде? Ұпайлары 1500. Онда бұны 1500-ге теңестіре саламыз міне. Бізде осындай екі айнымалысы бар. Теңдеулер жүйесі шықты. Бұл қарапайым теңдеулер жүйесі. Сол үшін қатты қиын емес. Енді бұндай жағдайда біз екі түрлі жолмен шығарамыз. Біреу алмастырып, біреуі қосу тәсілі деген секілді. Бірінші өрнекті, енді қосу тәсілі бұл жерде оңай келеді. Мына жерде А қандай санға көбейтілген? 70-ке көбейтілген. Сонда мына жердегі А-ны мен минус 70-ке көбейтіп жіберсем. А-ны деген кезде сол бірінші қатарды көбейтіп жіберемін. Сол кезде менде не шығады? Минус 70А азайтылған 70Б тең болады. 20-ны 70-ке көбейтем. Минус 1400. Ал екінші қатар жазып қоя салам. 70А қосам 90Б тең болады 1500. Екі жүйенің бір-бірлеріне мен қосу, енді айттық, қосу тәсілін пайдаланамыз деп. Қосқан кезде бізде өздеріңіз көріп тұрғандай минус 70 пен плюс 70 екеуі жойылады. Бұл жерде минус 70 қосылған 90. Бұл жерден қарапайым түрде неше шығады менде? 20 Б шығады тең. Мына екі өрнекі, мына екеуін қосатын болсам, минус 1400-ге 1500-ді қосатын болсам, біреу таңбасы теріс, біреу оң болғандықтан керісінше азайтылады, неше қалады? 100 қалады. 20 көбейтілген 100, Б тең болады 100-ге, сонда Б дегеніміз нешеге тең болады? 5-ге. Ал Б деп кімді алып отырмыз? Әуелде біз Б деп, міне, кімді? Қыздар санын алып жатырмыз. Сонда Б тең 5-ке. Қыздардың саны 5. Енді мына жерде жауаптарынан қарап, мынаны А нұсқасын белгілеуге болады. Енді А-ны табу үшін
жаңағы мына бір жерге әкеп қоя саламыз, иә. А мен бұның қосындысы 20 дейді. Сонда 5-ке қаншаны қосатын болсам 20 шығады, менде 15-ті. Все, сонда сыныпта 15 ұл, 5 қыз бар екен. Я, түсінікті деп ойлаймын. Егер түсініксіз болатын болса, артқа қайтадан айналдырып тыңдай қоямыз. Мына бір жерде енді ықтималдық теориясына байланысты есеп. Бұл жерде ойын жәшігінде қызыл түсті. Біз жазайық онда. 4 қызыл бар. Көк түсті 3 көк бар. Одан кейін бар 8 қара бар. Қызыл, көк, қара барлығы бірдей әріпте екен, иә? Сонда 8 қара, 3 көк, 4 қызыл. Жаз қойыз. Жалпы жәшікте, мысалға, мына жәшік неше не бар? Ойыншық бар дейтін болса, біз барлығын қоссамыз, бізде 15 ойыншық бар. Бұл тұрсын жай ғана. Енді Ділнәздің дейді, жәшіктен ойнауға алған алғашқы ойыншығының көк түсті болмауының дейді. Болмауының көк түс емес дейді. Яғни көк түс бізге керек емес дейді. Сонда ол қандай болуы мүмкін? Мынау екеуі болуы мүмкін. Енді ықтималдық теориясын біз білеміз, иә. Формуласы P тең болады m бөлінген n. Мынандай бір несі бар еді. M дегеніміз бізге қажетті өрнек нысаны, n дегеніміз жалпы сан. Енді бізге есеп бойынша не деп тұр? Көк болмау керек. Көк болмаса бізге қандай болуы мүмкін? Қызыл мен қара болуы мүмкін. Қызыл қараны қосамыз, ал жалпы бөлімде жалпы ол 15. Сонда не болады бізде? 12 бөлінген 15. Неге қысқарып тастаймыз? Мынаны 3-ке қысқартып болсақ, 4 бөлінген 5 деген жауап шығады. Мына жақта ондық бөлшекпен берілген екен. 4 бөлінген 5 дегеніміз ол ондық бөлшек бойынша 0,8 осыны құрайды екен. Келесі есеп сөмкеде, енді мына жерге мұқият қарайық. Сөмкеде 4 алма, 6 банан бар. Сатушы ешқайсына қарамай, яғни қатарына 2 жеміс алды. Барлығында ыдыста тұр. Мына 10 зат тұр. Қарамай не алды? 2 алды. Алған жемісін кем дегенде біреуінің алма болуы. Енді кем дегенде біреу алма болуы керек дейді. Сонда бізде мынандай жағдай қарастырмаймыз. Екеуі де алма болуы мүмкін. Дұрыс па? Алма, банан болуы мүмкін. Немесе банан, алма болуы мүмкін. Мынандай барлық жағдайды қарайтын болсақ, кем дегенде, шартты орындап отыр. Кем дегенде біреу алма. Мына жақта 2 алма бар. Мына жақта 1 алма бар, мына жақта 1 алма бар. Енді мысалға, жәшіктен бұл алған кезде бананды алып қалуы мүмкін соңғы біріншінде. Ал екіншінде ол міндетті түрде алма болу керек. Немесе біріншін алма алған кезде екінші банан болып қалуы мүмкін. Немесе екеуі де алма болуы мүмкін. Енді осыны екі жағдайды, мынау жағдайы екеуі де банан болып қалса, мысалы, бұл бізге қарастырмаймыз. Енді бізге қажет емес. Осындай ақиқат, жалған деген секілді оқиғалар болады. Енді ықтималдық теориясын өздерің жақсы білесіңдер. Сондай жағдайда міне бүкілін қарастыру керекпіз. Енді осы есептің шығарудың 2 жолы бар. Міне 2 жол. Біреуі міне жазғаны міне, екінші мынау. Біз әуелі осы бірінші жолмен шығаратын болсақ, міне алма алу. Енді бізде жалпы неше алмамыз бар? 4 алмамыз бар. Бағана мына жерде формуланы жаздық. P тең m бөлінген n деді. M дегеніміз бізге қажетті, n дегеніміз жалпы еді. Ал енді бізде маған бірінші алма керек. Жалпы жәшікте неше алма бар? 4 алма бар.
Ал жалпы жәшікте неше жеміс бар? 10 жеміс бар. Міне біреуін жаздым. Енді көбейтем екіншіде менде не болу керек? Алма болу керек. Ойлайық, енді жалпы жәшікте 10 жеміс жатыр, мен біреуін алдым. Енді сұрақ туындайды ғой, жәшікте неше жеміс бар? Жалпы. Ол саны азаяды. Дұрыс па? 9 болады. Енді ойлайық, жаңа ғана алған затымыз, мысалға мына алған затымыз ол алма болсын. Бастапқыда неше алма бар еді? Өзі 4 алма бар еді. Оны біреумен алып қойған болсам, неше алма қалады? 3 алма қалады. Міне осыларды не істейміз? Көбейтеміз. Мына екеуін көбейтетін 3 қалады, мына жақтан 1 қалады. 2-ге қысқартатын болсақ, мына жерде 5, мына жақта 2. Сонда 15-тен не шықты? 2. Екеуінде алма болуының ықтималдылығы 15-тен 2. Енді бірінші алма, дәл жаңағыдай міне, жалпы бөлшектің бөлімінде бүкіл жеміс жазамыз 10, алма. Ішінде неше өтті? 4 өтті. Көбейтем. Енді жаңағыдай, біреуін алып қойғаннан кейін жәшіктегі жалпы жемістер саны азаяды. Бірақ банан бізде неше? Бізде банан 6 банан бар. Бөлшектің алымына 6. Дәл жаңағыдай 2-ге қысқартатын болсақ, мына жақта 5, мына жақта 2, мына жақта 3-ге қысқартатын болсақ, мына жақта 2, мына жақта 3. Сонда 15-тен 4. Мына жақтан да, 2 мынау А түрі, Б түрі, С түрі. Енді мына жақтан 10-ды алды, көбейтемін 9-дан 4. Дәл жоғарғы мына есеп секілді, бұл жағдайда да 15-тен 4. Міне, осы үшеуін енді біз не істейміз? Бір-бірлеріне қосамыз. Сол кезде не шығады? Жалпы 15-тен 8, мына 10. 15-тен 10, немесе 5-ге қысқартатын болса 3-тен 2 деген секілді. Міне, қарайық. Жауаптарында 3-тен 2 деген бар ма? Бар. Міне, 3-тен 2 жаздым. Енді бұл есепті шығарудың екінші жолы. Мына жақта жазып қойдық. Банан деп. Енді ақиқат оқиға мен жалған оқиғаның қосындысы бізде бірді береді. Оны жақсы білеміз. Енді мына жерде екі оқиға, мына жақтағы бүкіл оқиғалардың мына жердегі банан, алма, банан, алма деген секілді екі жемістің алудың жалпы 4 оқиғасы бар. Осы 4 оқиғаның барлығын қосқан кезде бізде 1 деген жауап шығу керек. Енді екеуі де банан болу үшін бізде 10-нан 6 көбейтілген болады. Так, 9-дан 5. Біз енді қысқартайық жаңағыдай. 3-ге қысқартатын болсақ 3, мына жақта 2 қалады. Мынау 2-ге қысқартатын болсақ жалпы 3-тен 1. Екеуінде банан болу ықтималдылығы қандай екені? 3-тен 1. Енді жалпы жаңа айттық, 1-ден осы 3-тен 1-ді алып тастасақ, бізде не шығады? 3-тен 2 міне. Бізге ізделінді 3-тен 2-ні біз осылай тауып алсақ болады. Бірақ бұл есеп шығарған кезде жалпы бізде сұралып жатқан оқиғаның бүкіл мүмкін оқиғасын жазып көз алдымызға елестету керекпіз. Енді екі жеміс болған кезде екі жеміс қандай болуы мүмкін? Сол түрлерінің бізден қайсысын сұрап жатыр деген секілді осы есептен шығару екі жолы бар. Екеуінде көрсеттім. Ары қарай осыған ұқсас есептер келетін болса, өзіміз шығара беретін боламыз, Келесі, бұл неге байланысты? Пайызға байланысты екен. Сыныпта 30 оқушы бар. Бақылау жұмысын оқушылардың 0,3-і 3-ке, яғни былай айтқан кезде 0,3 дегеніміз 10-нан 3, ол дегеніміз не? 30% деген құрайды. Біз жақсы білеміз, санды пайызға алмастыру, пайыз санға алмастыру деген секілді тақырыпшадан осыны білеміз. 0,3 дегеніміз 30%. Ал енді 18 оқушы 4-ке жазды. Енді 18 оқушы жалпы сыныптың неше пайызын құрайды? Оны болу үшін, тауып алу үшін 30 жалпы бізде 18. Қазір бізге 4-ке жазған оқушылар саны. Бұның барын 3-ке қысқартайық. 3-ке қысқартатын болсақ, мына жақта 10 қалады. 3-ке қысқартатын 6. Сонда бұл 10-нан 6 дегеніміз, ол бізге нені береді? 60% береді. Ойлайық,
жалпы сыныптың қазір 30%-ын жаздым, одан кейін барып 60%-ын жаздым. Енді жалпы сынып бізде 100% болады. Мына жерде екіге жазған оқушы саны бар деп те айтпаған. Онда ол дегеніміз не? Жоқ деген сөз. Екіге жазған оқушы мүлдем жоқ. Сонда 30%-ға қосамын 60%-ға, қосамын А пайызы, не болу керек бізде 100%. Жалпы сынып бізде неше пайыз? Ол егер 30 оқушының барлығы бізде 100% болады. Осы жерден А-ны табатын болсақ, ол не болады бізде? 10%. Ізделінді. Сонда 5-ке жазған оқушылардың саны бізде 10% екен. Міне шешім бізде нені көрсетеді? Жауабы А-ны. Келесі, дүкендегі жемістер 0,4. Түсінікті ғой, 0,4 дегеніміз ол 40%. Міне жазып қоймыз 40%. Алма, яғни жалпы мынандай диаграмма ретінде не істейтін болсақ, 40% міне не болып тұр бізде? Алма болып тұр. Келесі 0,135. Яғни қарайық, 100-ден 35, 100-ден 35 деген 100-дің алымында қай цифра болса, сонша пайыз болады. Яғни 35%. Міне, әжеміз 35%. Енді мына жақ толықтыру керек қой бізде. Дәл жаңағыдай бөлігі банан, ал қалған бөлігі алмұрт. Енді алмұрттарды біз тауып керекпіз. Ол дегеніміз жаңағы 40%-ға қосам мен 35%-ды қосам x-ті тең болу керек нешеге? 100%-ға. Сонда x тең болады неше? 25%-ға. Бізге ізделінді алмұрт. Сонда бүкіл жемістердің дүкендегі дейміз бе? Я дүкендегі 25%-ын не істейді екен? Құрайды екен. Тауардың бағасы алдымен. Бұл пайызға байланысты есептер біраз келе жатыр. Тауардың бағасы алдымен 20%-ға қымбаттап, кейін жаңа бағасы 10%-ға арзандады. Тауардың бағасы бастапқы бағадан қанша пайызға артты, кеміді деген секілді қалай өзгеріс болды дейді. Енді көбіміз бұнда есеп берілген кезде, яғни 20% артты, 10% кеміді болған кезде бірден екеуді бір-бірлерін азайтады да, айырмашылық 10% дейді. 10% не? Міне мысалға мына жақта көп болған соң артты деп бірден жазып қояды. Ол дұрыс емес. Асықпай орындарына сан қойып та шығарсақ болады. Енді бағана айттық, 20% дегеніміз ол 0,2 міне. Пайызды санға айналдырған кезде. Ал ол әуелде өзі қанша пайыз еді? 100% еді. Сонда ол қосқан кезде 120%. 120% дегеніміз ол 1,2 деген сөз. Ал енді қарайық. 10%-ға кеміді. 10%-ға кеміді деген кезде мына 120% 10%-ға кеміді деп айтылмайды. Ол жалпы жаңа 20%-ға қымбаттаған кезде ол қандай да бір баға тұрады, ал сол бағаны сендер 100% қылып аласыңдар. Содан не болды? 10%-ға кеміді болады. Сонда 10%-ға кемген кезде неше пайыз қалады? 90% қалады. Сонда міне 90%. Ал 90% дегеніміз 0,9. Міне осы екеуін біз не істейміз? Бір-біріне көбейте саламыз. 1,2-ні көбейтеміз 0,9-ға тең болады. 1,8. Қарай. 1,8. Бұны мысалға егерде неше пайыз деген кезде, бұл жалпы 108%-ді құрайды. Пайызға айналдыру үшін, санды пайызға айналдыру үшін. 1 бүтін ба? Бүтін. Ол деген сөз 100%. 0,8 дегеніміз 8%. Енді бастапқыда тауар 100% болса, қазір ол тауардың бағасы не болып тұр? 108. Сонда не істеді? 8%-ға не болды? Артты болады, артты болады. Егер қалсаңдар бұны не ретінде де шығаруға да болады. Мысалға қандай да бір зат алғасыңдар, затты 100 теңге. Қазір бетейік. Бір зат аласың, ол не болады? 100 теңге болады. Енді 20%-ға артқан кезде ол не болады? Бізде автоматты 120 болады. Енді осы 120 теңгелік затты не істеу керекпіз біз? 10%-ға шегеру керекпіз. Біз 120-ның 10%-ын тауып алайық.
ол қанша болады? Ол 12 болады, міне. Сонда 120-дан 12-ні азайтсақ неше болады? 108. Қарақ, бастапқы. Соңғы баға не болды? 108 теңге болды. Бастапқыда неше теңге еді? 100 теңге еді. Сонда бастапқа келгеннен қазір біз неше теңге қосып отырмыз үстіне? 8 теңге. Ал ол 8 теңгені неше пайыз екен білу үшін бастапқы бағамызды қарайық. Ол өзі қанша? 100. Онда 100 теңгеміз 100% болды ма? 8 теңгеміз неше пайыз болады? 8% болады. Міне бұл. Иә. Олай шатаспаймыз. Артты, кеміді деген кезде бірден ол пайыздарды азайтып отырмайық. Артқан кезде дұрыс 100%-ға қосасың, кеміді деген кезде 100%-ны азайтасыңдар да, сол шыққан екі мәнді бір-бірлерін істейміз, көбейте қоямыз. Сол кезде өрнектің мәні табылады. Келесі жылдамдығы 15 км сағат велосипед жолға шықты. 2 сағаттан кейін оның соңынан 25 км сағат жылдамдықпен мотоцикл шықты. Мотоцикл велосипедші неше сағаттан кейін қуып жетеді дейді. Ойлайық, мысалға, андай жол бар. Біреу шықты. Неше сағат болды? Арадан айтайық 2 сағат өтті. Кім 2 сағат? Мынау велосипедші. 2 сағат өткен кезде міне мына жерге, мына аралыққа келсін. Ол сонда неше километр жол жүреді? 30 километр, міне километр жол жүрді. Енді осы 2 сағат, міне 2 сағат өтті деп жазып қойсақ, 2 сағат өткеннен кейін артынан екінші бір адам шығады, велосипедші. Оның жылдамдығындай 25 километр сағатына. Енді мынаның екінші адамның мақсаты мынаны қуып жету ғой. Ал қуып жеткен кезде арада қанша ары қашықтық бар бізде? 30 километр бар. 30 километрді бізде соны бітіру қысқасы. Ал жылдамдыққа қатысты өздерінің формуланы жақсы білесіңдер. S тең V көбейтілген T. Яғни S деген жол, V деген жылдамдық, T деген уақыт. Яғни жолды есептеу үшін жылдамдықпен уақытты көбейткен кезде жолымыздың несі ұзақтығы шығады. Енді екі зат, екі дене бір бағытта қозғалатын болса, міндетті түрде екі жылдамдықты біз бір-бірлерін азайтамыз. Ал егер екі дене қарама-қарсы жүретін болса, біз жылдамдықтарын істейміз, қосамыз. Сонда бұл қарапайымдық келді уже. 2. V мысалға үш 2-ден азайтамын, V1-ді көбейтем Т-ға. Тең болу керек нешеге? 30-ға. S деген жол деген неше? Менде қазір 30. Т деген бізден сұрап жатыр. Ал V2 дегеніміз ол екінші шыққан дененің жылдамдығы. Бізде ол неше? 25. Азайтам, бірінші дененің жылдамдығы 15 еді. Оны көбейтем Т-ға. Тең болады нешеге? 30-ға. Екеуін азайтатын болса менде 10 болады. 10 көбейтілген Т тең болады 30-ға. Т тең болады нешеге? 3-ге. Сонда келесі 3 сағаттан кейін ол не істейді? Артынан шыққан мотоциклшы велосипедшінің велосипедін қуып жетеді қысқасы. Сонда бізде не болып тұр? Жауап С болады. Яғни былай айтқан кезде жылдамдыққа қатысты есептер болатын болса, S тең VT формуласына саламыз. Жаңа айтқанда, екі дене бір бағытта қимылдайтын болса, міндетті түрде азайтамыз. Ал екі дене қарама-қарсы келетін болса, олардың жылдамдықтарын қосамыз. Өйткені олардың нелері бір-бірлеріне қауышулары тез болады. Былай ойлайтын болсақ, екі адам екі жақтан бір-бірлерін, мысалға, біреу неден армиядан келіп, біреу үйіндегі анасы не істейді? Бір-бірлеріне жүгіріп қауышады тез уақытта. Бірақ егер де қыз қуып ойнайтын болсын, біреу несеп қуып жете алмай артынан жүгіріп жүреді ғой. Дәл сол секілді. Яғни қай кезде қуып жетеді? Екінші дененің жылдамдығы бірінші дененің жылдамдығынан көп болған кезде ғана қуып жететін болады. Енді шамамен бұл соңғы есептердің біреуі, екі дос бір бағытта жүріп, қарам, бір бағытта деп жатыр. Енді бір бағытта болған кезде екеуінің денесін істейміз, азайтамыз. Болды. Сонда мына жерде олардың арасы, мына жерде қарай, олардың арасы 500 метр болса, бірінші, екіншінің соңында неше минут қуып жетеді? Міне.
дәл жаңағыдай екеуінің арасы бізде неше 500 метр. Бірақ қарайық, олардың несі жылдамдықтары. Мына 12 километр сағатына дейді, мына 10 километр сағатына дейді. Бірақ екеуінің арасындағы не болып тұр бізде? Метрмен беріліп тұр. Енді бұндай жағдайда біз не істейміз? Метрді километрге айналдыруға болады. Немесе километр сағатты метр минутқа айналдыруға болады. Енді біз мына жерде біз немен шығаратын болсақ, 500 метрді 500 метрді километрге айналдыратын болсақ, 0,5 километр бола ма? Неге? Өйткені 1 километрде не бар бізде? 1000 метр бар. Қарайық. 500 метр дегеніміз 1 километрдің жарысы ғой, сонда 0,5. Жаңағы айтқанымыздай. Екінші дененің жылдамдық 12, мына жылдамдық 10, көбейтеміз т-ға тең болады нешеге? Екеуінің арасы 0,5-ке. Мына жақта 2 шығады. 2 көбейтілген т тең болады 0,5. Т тең болады 0,5 дегенім ол 2-ден 1. 2-ден 1-ді бөлемін 2-ге. Ал ол деген сөз т тең болды, сонда 4-тен 1 болады. Сонда қарайық. Т дегеніміз 4-тен 1. Ол 4-тен 1 сағат. Ал сағат дегеніміз неше минуттан тұрады? 1 сағатымыз неше минуттан тұрады? 60 минуттан тұрады. Міне. Сонда 4-тен 1-ді көбейтеміз біз нешеге? 60-ға. Сонда 5 минут. Екінші дене, бірінші дене не істейді? 15 минуттан кейін қуып жетеді. Яғни бұл есептер шығарған кезде екі түрлі. Километр сағатта метр минутқа айналдыруға болады. Оны қалай дейтін болсаңдар, 1 километрде неше метр бар? 1000. Сонда 12-ні көбейтем 1000-ға, міне, 1000-ға. Сосын сағатта минутқа айналдыру керек. 1 сағат неше минут бар? 60. Міне, 60. Өйткені мына жақта өздері айтады километр бөлінген сағат. Міне километр дегеніміз міне. Километр дегеніміз міне 1000, сағат дегеніміз міне 60. Түсінікті ғой? Осы түрмен ары қарай ықшамдап шығаратын болсаңдар да, дәл ол кезде 15 екені былай айтқан кезде бөлшек арқылы 15 шығады. Келесі есеп. Егер тікбұрыштың ұзындығын 15%-ға, ал енін 40%-ға арттырса, онда жаңа тікбұрыштың ауданы қалай өзгереді дейді. Енді біз міне мына төртбұрышымыз бар. Ені А, ұзындығын Б деп қояйық. Енді келесіде ұзындығы 15%-ға. Енді мына ойлайық, мына 100% болған кезде 15%-ға артатын болса, ол 115% болмай ма? 115% не? Б. Ал ені не дейді? 40%-ға. Сонда жаңағыдай мынау 100% болатын болса, мынау 100% болатын болса, оны 40%-ға көбейткенде 140% А болады. Енді пайыздарды біз ондық бөлшек түрінде жазамыз. Ол деген сөз 1,15 Б. А мынау 1,14 А. Енді бізден ауданы қалай өзгереді? Біріншінің S тең болады А көбейтілген Б емес па? Ал мына жерде S тең болады, сонда 1,15 Б көбейтілген 1,14 А. Осыларды көбейткен кезде мына ондық бөлшектерді көбейтеміз. Ал бұндай ондық бөлшектер берілген кезде еш қорықпай, калькуляторды алып көбейте береміз. 1,15-ді көбейтеміз 1,14-ге. Сонда бізде шығады 1,161 А көбейтілген Б. Қарайық, енді екеуін салыстырған кезде міне біріншінің ауданы АБ еді. Бірақ АБ-ның алдындағы бүтін коэффициентті қарайтын болсақ, ол 1. Сонда мынау 2-де 1,61 АБ. Енді мына 1 мен АБ алғашқы ауданды беретін болса, мына жақта кім қалып кетеді? Бізде 61 қалды.
ол деген сөз 0,61. 0,61-ді пайызға айналдыратын болсақ, бізде 61 пайыз. Сонда бастапқы ненің тіктөртбұрыштың ауданы өзгерген кезде бізде 61 пайызға өзгерген екен. Сол бізде жауапта не болып тұр? Д болып тұр. 61 пайызға артады. Кейбір жағдайда мына тұрған 15 пен 40-ты, яғни 4-ті көбейтіп 60 пайызға артады деп жазып қоймайық. Немесе екеуін қосып бір-бірлеріне 55 пайыз деп жазып қоймайық. Пайызға артқан кезде оның біраз нелері бар, өзгешеліктері бар. Оған да мән беріп қарайық. Тағы біреу. Сүттің 4 пайызынан қаймақ, ал қаймақтың 25 пайызынан май пайда болады. 1500 килограмм сүтте неше килограмм май? Енді ол үшін не істейміз? Біз 1500-ді көбейтеміз 4 пайызға. 4 пайыз дегеніміз 0 бүтін былай 100-ден 4 деп жазуға болады. Немесе 4 пайыз дегеніміз 4 бөлінген 100 деп. Кімге қалай ыңғайлы жазға беруге болады? 100-ден 4. Сонда 2-0 қысқартатын болсақ, мына жақта не қалады? Бізде 60. Сонда 60 килограмм бізде не болып тұр? Қазір бізде қаймақ болып тұр. Енді қаймақтың 25 пайызы. Осы тапқан көбейтеміз 25 пайызға. Ол дегеніміз 100-ден 25. Ал 100-ден 25 дегеніміз 4-тен 1. Сонда 60-ты көбейтемін 4-тен 1-ге. Бұл неше берді? 15 килограмм. Сонда 1500 килограмм сүттен мен ең соңында 15 килограмм таза май не істейді екенмін, алады екенмін. Болды, осымен бүгінге сабақ аяқталды. Осыған ұқсас есептерді де өздерің ойланбай, енді қиналмай шығарады деген үміттеміз. Жақсы, сау болыңыздар.